Ол әке шешені риза қылатын нәрсе жаманат келтірмеу екен ғой. Атаңа рахмет деген сөзді естірту екен ғой. Мынау кімнің баласы? Мынау бір азамат жігіт қой. Мынау қандай алтын қыз, мынаны қандай шеше тәрбиелеген десе, сол бата олардың жүрегін тыныштандырады екен ғой. Қазақтағы ең нашар сөздің бірі атаңа нәлет деген сөз екен да. Атаңа лағнет болсын деген сөз ғой. Атаңа нәлеттің баласы, әй мына бір оңбаған, ай көсегенге көрмесін оңбаған деген сөзден әке шешеге перзент үшін еститін ауыр сөз жоқ екен да. Қарасаң, әке шешелеріміздің жасыл қойған сайын біз әке шешеміз киімге қызықпайды екен. Қыдыруға да қызықпай қалады екен. Әке шешелердің ең күтетіні баласының жақсы атын есту екен да.